Keremet olmuş. Жақсы. Biliysiz. Жақсы көреміз, мен ағасын болдым. Кешесін етін көрді. Рахметім шексіз дейді. Маған ұстанда мен өкілемеймін. Алады деген пікіріңіз дейді. Отбасынан қандай тәрбие бала алса, солай ары қарай қалыптасады. Тәрбиелесең, құлша тәрбиелесең құл болады деген Ахмет Байтұрсынұлының сөзіне пікіріңіз дейді. Бұл дәуірде өз тілін тәрбиелейтін білмеген, қадірлемеген адам толық мәнді интеллигент не істеуге де болады.